Сәлем достар, менің бүгінгі видеом Жанеркеге арналған көйлек деп аталады. Оның ішіне не саламыз бәрін бірге жасайтын боламыз. Оны жасамастан бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Енді бастаймыз. Міне, біз ата-аналардың шешімімен осындай көйлек алғанбыз. Бәріне бірдей қылып алдық. Бірде болмаса, біреу менікі анандай, біреу мынандай деп жылап шыға келеді, өздеріңіз де білесіздер. Сондықтан осындай әдемі көйлек алдық. Енді осының ішін бірге толтыратын боламыз. Оған мынандай киндер алдық, балалардың жақсы көретін шоколады десек болады, шоколад. Келесі мамба жақсы көреді. Менің қызым осы мамба конфетін жақсы көреді. Барни емес, осындай милка, өте дәмді милка. Тик-так міне, ағын алатын болсаңыздар, ол өте ашты. Ал мынау фруктовый микс, өте дәмді. Ағы лимонный, ашты болады. Сондықтан осындай алдым. Келесі осындай буэна киндері, ода дәмді и жұмсақ. Осындай Қазақстан шоколады онсыз болмайды, өте әдемі көрінеді. Осындай сюрприз, ол обязательно осындай сюрпризді жақсы көреді. Енді балалардың бәрі жақсы көреді ғой. Ішіне неше түрлі ойыншықтар шығады, қызықты. Келесі ең сүйікті маршмеллоуы, осыны салдым. Өте әдемі деп ойлаймын. Енді бәрін бірге саламыз. Қазір үшін алған заттар осындай. Балаға конфет, андай-мындай ұсақ түйек керек емес. Сондықтан осындай кесек үлкен заттар алды. Мынаны саламыз. Одан кейін буэна, милка печеньесі, сюрприз, киндер сюрприз, тик-так, Қазақстан шоколады, киндер макси и мамба. Өте әдемі шықты деп ойлаймын. Бұлаймен жабылады. Енді осыны бұлай байлаймыз. Бұл сумканы біз ата-аналар мен неден алдық? Пиндоудан заказ берсеңіздер болады. Осылайынан мен скриншот жасап алсаңыздар болады. Өте әдемі, шағын, көп тәтті де керек жоқ ішіне балаларға. Шағын, өте әдемі болады осындай.